Армысыздар достар, қалдарыңыз қалай? Мен Ерлан Сәбитұлы. Бұл бізде бірінші видео. Рет-ретімен қарайтын болсаңыздар, мен сіздерге интернет-магазин Эскасторда қалай ақша табуға болады, соны үйрететін боламын. Сіздерден бір өтінішім бар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, әр видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Себебі менің YouTube каналымды тіркеліп қарайтын адамдардан қарағанда, тіркелмей қарайтын адамдар өте көп екен. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Самұрық Қазына деген үлкен портал бар. Яғни тендерлер жарияланады, сол жерде сатылып алынады. Осы Самұрық Қазына порталының Эскастор KZ, яғни Эскастор деген электронды магазины қазір жұмыс жасап жатыр. Яғни Самұрық Қазынада тіркелген үлкен компаниялар қазіргі таңда Эскастор электронды магазиннен сатып алып отыр. Бұның жалпы пайда болғанда бірнеше жыл болды. Басында жаңағы тіркелген поставщиктер аз болатын. Соған сәйкес жаңағы бұл электронды магазиннен сатып алуда да аздау болатын. Қазіргі таңда поставщиктер өте көп тіркелген. Осы жерден жаңағы осы компаниялар өте үлкен мөлшерде жаңағы өзіне керек жарағын сатып алып жатыр. Бұл жерде жалпы бұл Эскастор интернет магазині маған ұнайтын бір жері, бұл жерде жаңағы шыққан лоттарға қатысу, яғни баға беру өте оңай. Сонымен қатар жаңағы документтерге қол қою, актыға қол қою деген сияқты заттардың барлығы өте оңай, қарапайым құрастырылған. Егер сіз Госзакуп порталында договорлар жауып, О-маркетте тапсырыс қабылдап апарып, оны жеткізіп жүрген болатын болсаңыз, жаңағы бұл Эскастор порталына тіркеліп жұмыс жасау деген өте оңай болады. Өте оңай болады. Жаңағы баға беру, договорларға қол қою, актілеу деген сияқты. Енді өзінің бір документ жағынан бір ескеретін заттары бар. Оны жалпы кейін видео сабақтарда рет-ретімен көретін боламыз. Ең бірінші қарайтын болсақ, мына жерде жаңағы бізде бірінші Самұрық Қазынаға тоқтала кететін болсақ, жаңағы Самұрық Қазына порталда осылай жаңағы заттар, яғни жарияланған лоттар осылай жаңағы сөз түрінде жарияланып, рет-ретімен сатып алынатын болса, Эскасторда жаңағы зат тұрады, заттың описаниясы тұрады. Мына жерде негізгі бетке өтетін болсақ, мына жерде жаңағы халат тұр, телевизор тұр, тағы да басқа осы сияқты заттарға суреті тұрған затты, осындай затты осындай бағаға сатып аламын деп жаңағы заказчик жариялайды. Сіз сол жариялаған заттан кім төмен баға береді, сол ұтып алатын болады. Енді бұл порталға тіркелудің ешқандай бір онша қиындығы жоқ. Жаңағы Эскастор KZ деп басқан кезде бізде осындай бірінші бет шығады. Осы бет шыққаннан кейін біз справочник деген анықтамаға келіп басатын болсақ, осылай бізде шығады. Инструкция поставщика, яғни бізге керегі осы инструкция поставщика деп басатын болсақ, бұл жерде бізде жаңағы инструкция шығып келеді. Осы инструкцияға қарап жаңағы регистрация деп басып, осы видеоға қарап рет-ретімен баса беретін болсаңыз, сіз осы Эскастор порталына тіркеліп аласыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұған тіркелу үшін сіздің ETSP кілтіңіз керек болады. Содан кейін жаңағы поштаңыз керек болады. Басқа ешқандай артық заттың керегі жоқ. Осылай басасыз. Регистрация, одан кейін жаңағы төмен қарай басқаннан кейін жаңағы кілт таңдау деп шығып тұрады. Мына жерге қарасаңыздар.
Сосын мына жерде жаңағы самұрық қазына стор дегеннің астында қызылмен жазылып тұр ғой, қызылмен крестик тұрған жер. Сіз ретімен заттарды басқан кезде бұл жерде жаңағы жасыл болып галочка жанады. Солай ретімен ары қарай жаңағы қол қоя бересіз. Міне жаңа жоғарыда айтып өткендей, мына жерде барлығы жасылмен жанады, қол қойыласыз, содан кейін жеке кабинетке кіріп кетесіз. Бұл жерде тіркелген кезде, бір тіркеліп алғаннан кейін сіз ETSP-ның да қажеті жоқ, поштаның да қажеті жоқ, жаңағы өзіңіз кіретін логин, парол қойып аласыз, сол логин, паролмен кіре бересіз. Жаңағы жеке кабинетке кіргеннен кейін мына жерде личный кабинет, личный кабинет деген жерге барған кезде, личный кабинет деп логин паролмен кіргеннен кейін біз мына жерде өзіміздің данныйларды кіргізетін боламыз. Персональная информация компания деген жерлерге жаңағы мына видеодағыдай телефон нөміріңізді жазасыз, кім жаңағы директор, соны белгілейсіз, поштаңызды белгілейсіз. Керек данныйлардың барлығын осы жерге кіргізесіз. Осы жерде жаңағы банкінің де реквизиттерін кіргізесіз. Банкінің реквизитін кіргізесіз. Жаңағы персональный информация деген жерде өзіңіздің мәліметтерді кіргізсеңіз, пошта, телефон нөмірлер, информация о компания деген жерде сіз жаңағы өзіңіздің компанияңыздың орналасқан жері, яғни адресі, IP-ның, сонымен қатар жаңағы чотыңыз қандай банкіде, соның барлығын осылай енгізесіз, сохранить деп басасыз. Содан кейін жаңағы данныйларыңыз сақталады. Содан кейін жаңағы кіру, шығу деген сияқты басып отырасыз. Сол кезде кіресіз, шығасыз. Бұл ескі сторда бір тіркелгеннен кейін бір кішкентай басында проблема болады. Осыған назар аудара кетіңіз. Бұл жаңағы бірінші рет тіркеліп, кіріп қайта шығып кеткеннен кейін, кіріп келгеннен кейін қайта жаңағы банкінің атын енгізуді сұрайды. Мысалы, сіз АО Каспий банкі болатын болса, сіз жаңа АО Каспий банкі деп бір рет басып қайта кіресіз, қайта кіріп, қайта шыққаннан кейін қайта сұрауы мүмкін. Соны АО Каспий банкі деген сияқты бірнеше рет басқаннан кейін өзі одан кейін сұрамайтын болып кетеді. Яғни соны басып отырасыз. Енді личный басып отырасыз. Одан кейін енді төмен түсетін болсақ, бұның бір электронды магазин болғаннан кейін, жаңағы сіз қандай да бір тендерге қатысып, осының ішінде ұтып алғаннан кейін, бұның да өзінің комиссиясы бар. Яғни бұның да өзінің комиссиясы бар. Бұл жерде жаңағы 5% комиссия ұстайды. Яғни 100.000 теңгенің тендерін ұтып алатын болсаңыз, сізге қабылдауға жаңағы не келген кезде, жаңағы қабылдауға батырма пайда болған кезде, сіз қабылдау үшін жаңағы басасыз. Жаңағы мына сияқты Халық банкі, не болмаса Каспий банкі деген шығып тұрады. Осыны басқан кезде QR шығады, автомат түрде сума есептеліп тұрады. Осыны жаңағы комиссияны төлейсіз, содан кейін барып бұл тапсырысты қабылдайсыз. Егер жаңағы комиссиясын төлемесеңіз, бұл тапсырыстың жаңағы уақыты өтіп кетеді. Жаңағы сіз тапсырысты ұтып алып, қабылдамағаныңыз үшін бір айға блокқа кетесіз. Бұл екінші рет қайталанатын болса жарты жылға, одан кейін қайталанатын болса 1 жылға деген сияқты сіз блокқа кетесіз. Бұл жерде жұмыс жасай алмай қаласыз. Енді жаңағы біз мына жерде
авторизация деген затты өттік, жаңағы тіркелу, яғни договорларға қол қоясыз. Содан кейін личный кабинетті қалай толтырасыз, данныйларыңызды ескертіліп айтты. Одан кейін жаңағы мына жақтағы төмендегі заттар видеолармен анық көрсетіліп кейін жазылатын болады. Бұл жерде енді тіркелудің онша бір қиындығы жоқ. Сондықтан жаңағы түсіндіре кеттім. Басқа сабақтар практика жүзінде түсіндірілетін болады.